Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода мен көрсетейін дегенім NCLR программасын 2021 жылы қалай орнатамыз. Жалпы NCLR программасы не үшін керек? Оны баршаңыз білесіздер. Халыққа қызмет көрсету орталығы соның қызметтерімен жұмыс жасау үшін немесе тендерге, сол сияқты сайттарға қатысу үшін әрине ECP ключ керек. Электронды цифровой подпись дейді, қазақша электронды цифрлық қолтаңба. Сол қолтаңбаны сонынан алғаннан кейін немесе онлайн қашықтықтан заказ беріп алғаннан кейін оны жұмыс жасау үшін сізге міндетті түрде NCLR программасын орнату керек. Сіз EGOV-тан ключ алып келдіңіз. Соны енді неге кіру үшін, EGOV-ға кіру үшін сізді міндетті түрде NCLR программасын орнатуды сұрайды. Сіз соны қалай орнатамыз, соны қалай білеміз, сол туралы көрсетем. Так, бұл жерде енді ең бірінші браузерге кіреміз, оны қаяқтан табамыз. EGOV-ға кіреміз, EGOV деп жазсаңыз өзі шығады. EGOV-ға кіреміз. EGOV-ға кіргеннен кейін енді өзіңізге керек тілді таңдайсыз. По умолчанию орысша тұра берсін. Так, соның ішіне кіргеннен кейін андай помощь деген бар. Көмек деген. Помощьқа кіреміз. Соның ішінде мына жерде енді қарап отырсаңыздар, получение ECP для физических лиц деген баса саламыз. Соның ішіне кіргеннен кейін немесе осы сайт жаттап алсаңыздар болады. pki.gov.kz деген осыған кіресіздер. Кіргеннен кейін осы жерде көп нәрселер бар. Керек нәрселер разработчик документтер бізге NCLR деген көріп тұрсыздар. Соны міндетті түрде басасыздар. Сосын соны басқаннан кейін мына жерден сізге сұрап тұр. Ол қандай браузерлерде жұмыс жасайды? Браузерлеріңіз версияларын қарап алыңыз. Егер Explorer-мен жұмыс жасайтын болсаңыз, 10-шы версиядан жоғары болу керек. Firefox 4, Opera 10, Google Chrome 4, Safari 5 деген сияқты. Windows 7, 8, 10, қандай операциялық жүйелерге жарайды мына жерде. Осы кілттер көрсетіп тұр. Windows-тың 7, 8, 10-да, Linux-та, OX-те, OS-те, X10-да жарайды. Енді мына жерде 32 бит, енді көбінесе Windows болады, көп жағдайда. Соны 32 немесе 64-ті қалай білеміз? Ол үшін мой компьютеріңізге барасыз, рабочий столдан свойствосына басасыз, қарайсыз. Мына жерде сізде қанша битный операциялық жүйе тұр. Мына жерде 32 болса, 32-сін скачать етеміз, 64 болса 64. Данный момент менде 64. Менің операциялық Windows 10 64 биттік операциялық жүйе орнатылған. Сол себептен барамын, маған 64-ті скачать етем. Міне сохранить деймін. Мына жерде жүріп жатыр, көріп жатсыздар. Қазір осыны сіздерге көшіріп болғаннан кейін, егер сізде таба алмай жатсаңыз, мен мысалға мынандай загрузка сізде болмай жатса, мынандай оң жағын басып, мынандай сіздерде менюда болмауы мүмкін, оң жағын басып, панель меню шығарып аласыздар, соның ішінде загрузка дегенге барасыздар. Міне соңғы не көшірдіңіз, осы жерде тұрады барлығы. Соған басасыз папкаға, өзіңізге ыңғайлап, өзіңізге кейін керек болатын болса, соны қайта-қайта көшірмеу үшін вырезать етіп, өзіңізге локальный диск бір жерлерге салып қойсаңыз болады. Например, мен D-ға салып қойдым дейді. Запустить от имени администратора деп жіберіп көріңіз, желательно жіберіңіздер, өйткені көп жағдайда сіздер если бір қонақ, гостевой немесе бір ограничениесі бар компьютер нелермен кіретін, пользовательдермен кіретін болсаңыз, сізде бір қателіктер болуы мүмкін. Сондықтан көп жағдайда запустить от имени администраторды жіберсеңіздер, қате көп жағдайда болмайды. Кез келген программаны мүмкіндігінше солай орнатқан дұрыс. Міне жібересіздер, орнаттыңыздар. Так, будет ли установлен центр RSA-мен мыналар орнатылады дейді, сұрап тұр. Осындай сертификаттар орнатылады деп сұрап жатыр. Я деп айтам. Өзі көрдіңіздер, автоматически өзіне керек сертификатты орнатып алды. Көрсетейін дегенім осы, NCLR программасы орнатылды, міне менде. Мына жерде енді сіздерде автозапускте тұрады. Егер NCLR жұмыс жасап тұрса, қандай версия, NCLR 1.2, 2015-2020 жылы автор құқықпен сақталған. NCLR орнатылды, енді осы NCLR-мен кілтіңізбен EGOV-ға кез келген порталға кіре аласыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.